Бүгінгі жеңісіңізбен бірінші очередь сізді құттықтағымыз келіп тұр. Вы действительно заслужили сегодняшнюю победу и собрали очень много людей на арене. Мен ойлаймын, адамдар осы бойда асыға күтті, осы 11 ринг болып отырып болсын. Рахмет. Жанкүйерлеріңізге не айтар едіңіз? Ең біріншіден өзімді қолдап келген бауырлар тек Алматы емес, Қазақстанның бірнеше қалалардан арнайы менің жекпе-жегіме келген бауырларым бар. Германиядан, шетелден ұшып келген аға әпкелеріміз бар. Өзімнің жанкүйерлеріме айтатын сіздерге үлкен рахмет. Өстіп қазақ боксшыларына қолдау көрсетіп, біздің еліміздің туын биікке көтеріп жатқан жігіттерге қолдау көрсеткендеріңізге үлкен рахмет. Бүгінгі ұтып алған пояс, жалпы белбеу не білдіреді сіз үшін? Енді бокста әр белбеу оның өзінің орны бар. Бұл белбеудің орны да бөлек. Біріншіден боксрек сайтында әлемдік рейтингте бірнеше саты жоғары көтерілуге үлкен себеп беретін белбеулердің бірі. Рахмет. Және де осы жастарға үлгі болу, жас спортшыларға үлгі болу сіз үшін бұл күш па, әлде қысым ба? Әрине күш. Әрине біздің істеп жатқан еңбегіміз, жұмысымыз осы артымызда өсіп келе жатқан жас інілерге дұрыс жол көрсету және дұрыс тәрбие беру. Как называется этот, который первый раз, когда выходит же на бой? Дебют. Дебютқа шыға алмай жүрген жас спортшыларға не айтар едіңіз? Қазіргі кезде бокс біздің елімізде қарқынды дамып жатыр. Бұрын дебютқа шыға алмай жатқан жас боксшыларға спонсор керек болса, қазіргі кезде ондай мүмкіншілік аса қажет емес. Өзінің өнерін көрсетіп, кез келген промоушндарға өзінің спаррингін жіберіп, және мықты жекпе-жек көрсететін болса, оларға бүгінгі күнде жол ашық деп есептеймін. Бұл деген үлкен бір подсказка болды деп ойлаймын. Сізге рахмет үлкен. Осы РД промоушнның атынан сізге кішкентай осындай сый-сияпатыңызды алсаңыз, осындай бір құрмет ретінде. Рахмет сізге үлкен. Бүгін өте керемет, прям лучший показатель был. Спасибо большое. Рахмет. Пару слов о РД. РД самый лучший на сегодняшний день в Казахстане.